Тендерде ұтудың құпиясы. Сұрақ қандай? Көптеген тендершілер, тендер әлемінде конкуренция көп, маржа өте аз. Біз 30% маржа қосамыз, ұтамыз десек, біреулер 10-15% маржамен ұтып кетіп жатады. Ол қалай деген сұрақ туындайды. Мен өз студенттеріме және команда мүшелеріне сіздер бүкіл шығындарды санағаннан кейін үстіне кемі 30% маржа қосыңыздар деп айтамын. Енді сіздерге сұрақ, ойлаңыздаршы, егер 10 миллион теңгеге тендер ұтсаңыз, 10 миллион теңгенің 30% маржасы қанша? Көптеген адам айтады, 10 миллионның 30% маржасы 3 миллион теңге. Енді қолдарыңызға калькулятор алыңыздаршы, 10 миллион теңгенің 30% алған кезде қанша болады? Бәрі айтады 7 миллион теңге. Ал енді сол 7 миллион теңгенің үстіне 30% қосқан кезде 10 миллион болады ма? Қателесесіздер. 9 миллион 100 теңге болады. Не үшін айтып жатырмын? Жалпы маржаны санау инструментін білулеріңіз қажет болады сіздердің. Түсінікті? Дәл қазір мен өзім сіздерге на готовом примере өзім ұтқан тендерімді сіздерге арнап дайындап қойған таблицам бар. Сол таблицаға мен қалай санаймын. Мысалы, мен өзім ұтып алған долларым бар, яғни 49 миллион 679 мың 15 теңге. Осыға қанша пайда бар? Мен уже санап қойғанымыз бар бізде, мысалы, қанша шығындар, 49 миллион 33 миллион теңге. Бүкіл расход кетеді, налогі, НДС бар. Осы таблицада қалай болады дейтін болсаңыздар, мынау таза таблица. Мына жерге не жазылады? Бізде заказчик ең басында берген бағасы. Негізінде басында мен қатысардың алдында бұл жерде 71.389.900 деді. Яғни 71.389.900. Тауардың саны біреу, өзінің құны, яғни себестоимость дейді ғой, қанша ақша? 333.439.200. 33 миллион 439 мың 200 теңге ақша кетеді екен. Яғни транспортқа, логистикаға, погрузкаға, выгрузкаға ақша транспортқа кетпейді. Шығын разгрузкаға, командировкаға 1 миллион теңге ақша кетеді. 1 миллион теңге. Жалпы шығын 34 миллион 439 мың 200 теңге. Налог 3%, 1 миллион 33 мың 136. Енді қанша пайыз? 30%. Мен ұтып алған уже баға анық 49 миллион 600 мың теңге. Осы жерде маржа қосамыз. Кемі 30% маржа қосатын болсақ, міне 30%, мен орташа 30% маржа қос деймін. 30% маржа қоссақ 46 миллион. Біз 49 миллион ұтып алды. Мен маржам негізі бұл жерде 44%. Тағы расход қосылды, сонда азаяды 40% онда. 41, 40. 40% маржа. Енді қарайтын болсаңыздар, яғни бұл жерде пайда, таза пайда, налог талпыстағаннан кейін, мына жерде таза пайда қарайтын болсаңыздар, 13 миллион 775 мың 680 теңге таза пайда. Енді сіздер мынандай сұрақ болуы мүмкін ғой, бұл 30% маржа ұту мүмкін емес, конкуренция көп. Ценовкада конкуренция мойындаймын өте көп. Себебі ценовкаға қатысуда біріншіден өзім тегін видеоларым бар. Мына жерде жоғарыда сілтеме қалдырып қоям. Одан бөлек менде осы видеоның астында телеграм канал бар, сілтемені өтіп, ол жақта тендерге қатысты тегін ақпараттар сіздермен бөлісетін боламын. Ценовкада конкуренция көп, бірақ открыт конкурс аукционда конкуренция аз, ол жақта 30%-дан жоғары маржамен ұтуға болады. Ал енді новичоктар ценовкадан қалай мен ұтам дегенге сұрақ. Енді осыған анық жауап берейінші. Осында құпияны біліп жатсаңыздар, сіздер ұтуға мүмкіндік өте көп болады. Хорошо? Ендеше бастаймыз. Қараңыздар. Жалпы біз 30% маржа деген сөз, ол бізде мынандай ұғымды білдіреді. Біз 20 миллион теңгені жоғары тендерге қатысамыз ғой. 20 миллион теңгелік тендерлерде тауар дайын болмайды. Жалпы ол тауар өндіріледі. Ресейде, Қазақстанда, Қытайда өндіріледі. Біз оған предоплата беріп қоямыз. Бірінші бастама ақшасын
шамамен орташа 30 күн сол тауарды өндіреді. 30 күннен кейін дайын болады да, біз заказчикке апарамыз да тапсырамыз. Заказчик қабылдағаннан кейін ол товар ақшаны бір айдың ішінде аударады. Сонда біз ақша шығарғаннан бастап бізге ақша түскенше шейін қанша уақыт кетті? 2 ай. 2 ай уақыт кетті. Яғни біз 30% маржаны 2 айға закладывать етеміз. Енді сіздер жаңадан бастап жатқан тендерщиктер шамамен 20 миллион қатыспайсыздар ғой. 1 миллион теңгеден қатысасыз, немесе 5 миллион теңгеден қатысасыз. Сол 1 миллион теңге дейін, 5 миллион теңге дейін тауарлар сатушыларда, в основном складтарда дайын тұрады в наличии. Енді қараңыздар, ойланыңыздаршы, егер де ұтып алған тендеріңізге товар складта поставщикке дайын тұрса, сіз сол товарды заказчикке қанша уақытта апарып бересіз? Бір 2-3 күнде ғой. 2-3 күнде товар алып барып бересіз, Тағы айтайын, тағы бір нәрсе, кішкентай суммадағы тендерлерге заказчик ақшаны көп созбай тез төлеп беруге тырысады. Енді 1 миллион теңгелік немесе 500 мың теңгелік тендерді 2-3 күнде заказчикке апарсаңыз, заказчик товарға ақшаны бір 2 аптада аударып береді. Енді ойлаңыздар, апардыңыз, заказчик ақша төледі, соның барлығына қанша уақыт кетті? 20 күн. Біз 30% маржаны 2 айға закладывать етеміз. Ал егер сіз товар ақша төлеп заказчикке апарып, заказчикке ақша төлегенше дейін 20 күн уақыт кетсе, қанша пайыз маржа қосасыздар? 10-15%. Яғни опытный тендерщиктер осылай жасайды. Товар наличие болса, аз маржа қосып, үстінен тендер ұтып, орындап, пайдасын алып жатады. Сіздер де дәл осылай қолдансаңыздар болады, смело. Және де тағы опытный тендерщиктер тағы бір сіздерге ақпарат. Алматы болатын болса, барахолкамен жұмыс істейтін болса, көптеген тендерщиктер товары қарызға алады. Бір поставщикпен сөйлесіп алады, жақсы дос болады, тендерге бір ниша бойынша қатысады да, поставщик соны қарызға береді. Егер қарызға берсе, значит поставщик ақша шығармайды ғой, сонда 5-10% маржа қосса да жеткілікті. Сіз де осындай оймен қатысып, ұтып жүрсеңіздер болады. Смело қолданыңыздар, пайдаланыңыздар. Менің тағы да мықты пайдалы видеоларым бар, соны көріп, тағы да пайдаланыңыздар. Кәсіпкер болыңыздар, бизнесмен болыңыздар. Ал біз келесі видео кездескенше қош сау болыңыздар.